Сәлем достар, қаларыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Мен сіздерге бүгін өзімнің тегі аптечкам көрсеткім келеді, достар. Кішкене асығып тұрмай бетпеңіздер, я. Сіздерге тезде жылдам көрсетуге тырысамын, өйткені ауырып қалған жағдайда қай нәрсеге керек екенін біліп жүретін боласыздар, жарай ма? Онда бастайық, я. Бастайық, онда уақыт кетірмейік. Мына жаққа қойып қояйын, удобно болу үшін, я. Бізде бірінші нәрсе, міне көріп тұрғандарыңыздар, бұл линкомицин гидрохлорид деген антибиотик. Мен бұны сатып алған новый күйінде тұр. Қарасаңыздар, тек 2-3 түн қалды қолдандық. Екеуінде маған проба ретінде қолданып көрген болатын. Сол кезде маған аллергия берді. Достар, ойлаңыздар, мен өмірімде бірінші дәріге аллергиям берді. Солай, сізде аллергия бар ма, дәріге? Сонымен ол менде үйде тұр осылай. Босқа тұр. Так, ары қарай кеттік. Бізде екінші нәрсе, кеше ғана сатып алдық, өте бітіп қалған крионды асқазаныңыз ауырғанда тамақтан кейін ас қорыту үшін қолдансаңыз болады. Аты міне крион. Ішінде 20 штук бар. Ары қарай кеттік. Бізде міне ножпа. Білесіздер, кез келген больді басу үшін ішеміз. Бүйрегі ауыр болсын, кез келген басқа нәрселерге жеді ауруды басу үшін. Менде сондай бір нәрсеге алған, есімде жоқ. Так, ары қарай кеттік. Бізде не бар ары қарай? Бізде не бар? Так, бізде мынандай нәрсе бар екен. Көріп тұрсыздар ма? Міне кетатоп деген. Бұл обезболивающий. Мен алған кезде алдым. Достар, ары қарай жалғастырайық. Так, ары қарай көрдік. Бізде мынандай дәрі. Синопред деп аталады. Менде гайморитке ұқсас бір ауру болған. Міне мына жерлер ауырады ол кезде. Осы жерлерде мұрын толып қалып, қатты бір ауру болған. Сол кезде осыны берген. Маған синусит деген диагноз қойған. Мына жерді рентгенге түсіріп, біліп жүріңіздер, өте пайдалы. Одан кейін бізде не бар мұнда? Өте көп, міне тағы бір синусит. Көп болғанмын, бірақ соңына дейін ішпеппін, өкінішке орай. Жазылып тұр екен, қазір қараймын. Бұл деген дикотилен деген, сосын натрий-хлорид қой. Дикотилен деген тамақ ауруға өте жақсы. Қазір сіздерге көрсетемін. 2-3 түн ғана қалыпты. Достар, міне бұл дикотилен деген ангинаға өте жақсы. Қолдансаңыздар болады. Ары қарай кеттік. Так, бізде келесі. Тантлекс. Ангинаға арналған спрей. Ауруды басатын. Күйеуімізге алғанымыз. Міне басында осындай
өте жақсы көмектеседі. Жарайды, одан ары қарай. Так, мынау бізде жаңағы крион бір штук қалған екен. Біз жаңасын алдық қой кеше. Так, ары қарай кеттік. Метеоспас мел деген бір дәрі бар. Бұл есімде, мен бір ғана штугын ішкем. Менде асқазаным бірден ауырып, қатты бой болған кезде мен мүлдем тік тұра алмай қалғам. Сол кезде осыны ішкем, аптекада берген маған. Содан кейін қолданбаппын, бірақ те мынаны білетін шығарсыздар. Достар, ары қарай жалғастырайық. Немейді обезболивающий дәрі, немейді. Байқаған болсаңыздар, менде обезболивающий дәрілер өте көп. Так, бізде келесі нәрсе лоперамид гидрохлорид. Бұл ішекке ішетін дәрі. Ішек ауру болса, диарея болса. Одан кейін менде осында кішкентай майс бар, Завиракс. Бұл герпеске шыққа арналған. Өте жақсы көмектеседі, бірақ ақшасы қымбат тұрады бұл. Так, және достар, келесі бір нәрсе сіздерге қызық көретін шығар, менен қараңыздар, осындай бір зат. Бұл бізде микролакс деп аталады. Бұл клизма жасау үшін арналады. Клизма жасау үшін дайын препарат. Так, бізде келесі бір нәрсе бұл неболі обезболивающий, аты айтып тұр, неболі ибупрофен бар құрамында. Бас ауруға ішуге болады. Ары қарай жалғастырайық. Менде Линекста бір ғана штук қалыпты. Менде қатты шауыр болған кезде мен аптекадан барып, не бар соның бәрін ала берген. Не қалды бізде? Мынау бізде бір ғана штук қалыпты. Ацетилка. Суық тигенде ішеміз. Одан кейін бізде кетанов, обезболивающий дәрі. Кез келген ситуацияда ішуге болады.